осы Сәрсебек деген жігіттер үшеу таныстырады, сіздерге 3 залымыз бар. Осы залда қосқанда 4 зал. Серікбол шетпенің тұрғыны, үйі жолдың мына жақ бетінде тұрады. Үйі әлі сол күйінде, әлі біздің осы қарамағымызға береміз деп еді, бұл кейбір құжаттар дайын болмай жатыр. 36 жасында өмірден кеткен, бірақ осындай дүние қалатындай қандай із қалдық деген сұраққа бүгін жауап аласыздар. Менің құжаттары тұр. Сайын Назарбек осы Серікболдың алғашқы кітап шығаруынан сәулетші, жыршысы ғой, соның берген кітаптары өзінің аяғымен келген. Үшінші сосын мына тәуелсіздікке байланысты, әбішке байланысты нелеріміз бар. Мына осы бұрыштарымыз бар. Біздің музейіміз осындай келушілерге шын айтып зәруміз. Бізге шетелдіктер келіп қызығатты, олар алыста қалған. Оқушыларды әкелетін, өзеннің тұрғындарын әкелетін сіздер ғой. Алдын ала заявка берсеңде біз ашық қоямыз. Енді бұл жерде турфирма болмағаннан кейін біздің музей жарнамасы аз шығар, бірақ мүмкіндігіне қарай өзімізше жарнамалап жатырмыз. Тағы да қуаныштымын. Өзімнің балам ұйымдастырып алып келген екен. Зинаға да рахмет. Зина. Қош келдіңіздер. Мемориалдық музей Серікбол Қондыбай атына арналған. Серікбол Қондыбай 1968 жылы қыркүйегінде дүниеге келген. Әкесі Әділбек Қондыбаева қайтыс болғаннан соң 5 айдан соң дүниеге келген бала. Анасы Тәрбие Өскінбайқызы 6 құрсақ көтерген. Балсұлу, Күнсұлу, Таңсұлу және Нұрсұлу дейтін 4 апасы Серікболдың Әбдіғапар деген ағасы болған. Осы ағасына серік болсын деп атын Серікбол қойған екен. Оларды 1970 жылы Мұстахи дейтін Серікболдың нағашысы, яғни Тәрбие анамыздың інісі Шетпеге көшіріп алып келеді. Осы кезде үлкен қызы Балсұлу Қызылордаға педучилищеге оқуға кетеді. Анасы ауырып, содан Серікболды өзінің мамасы, яғни Серікболдың нағашы әжесі Бәтенге береді. Арттарыңыздағы панно сурет кішкентай Серікбол және Бәтима әжесі деп алынған. Әжесі баланы кішкентайынан ертегілермен, аңыздармен сусындатып өсірген, батырлар жырымен. Осы кішкентайынан сол ертегілерді, әңгімелерді естігеннен кейін өсе келе соған қызығушылығы арта түскен. Нөмірі ең алғаш мектеп табалдырығын Алшын Меңдіұлы атындағы қазір нөмірі 3-ші орта мектепке оқиды. Ең алғашқы ұстазы Исабергенов Кенжеғұл ағай. Осы кісі әрқашан Серікболды қасына ертіп жүретін болған. Осы баладан бірдеңе шығады деп басынан сипап, әрдайым демеп жүрген екен. Оның жоғары сыныптарда Қойшыбаева Күміс апай сабақ берген. Біздің Маңғыстаудан алғашқылардың қатарында бұл халықаралық Артек пионер лагеріне барған 1982 жылы. Мұнда өзінің сыныптастарымен суреттері және мұнда мақтау қағаздары, физика, география пәндерінен жақсы оқып, орыс тілде Артек пионер лагеріне барғаннан кейін орыс тіліне қызығушылығы артқан екен. Мектеп бітіргеннен кейін қазіргі Әл-Фараби атындағы, сол кезде Киров атындағы Қазақ ұлттық университетінде геоморфолог мамандығына оқуға түседі. Сол ол жақта жүріп, жаңағы Украина, Латвия, Белоруссия жерлеріне барып, туризм дамығанын көріп, біздің Маңғыстауда туризм дамытуды армандайды. Сөйтіп, рекреационный ресурсы Маңғыстауской области деп өзінің диплом жұмысын тақырыбын алады. Студент кезден бастап көп біздің Маңғыстау туралы мәліметтер жинайды. Сол кезде Маңғыстау энциклопедиясы деген мақала жазады студент кезінде. Осы студент кездерінде 86 жылы көтеріліске қатысып, Серікбол абақтыға қамалады. Барлық мұғалімдер атсалысып жүріп Серікболды абақтыдан шығарып алады. Университет бітіргеннен кейін оған ары қарай жалғастыруға, өзінде қалуға ұсыныс жасайды, бірақ ол өзінің туған жеріне қайтып келеді. Ақтау қаласында мұражай қорықта жұмыс істейді, кейіннен өзі оқыған нөмір 3-ші орта мектепте география пәнінен сабақ береді. Ол кезде балаларға карталар жоқ, қолдан біздің Маңғыстауға арнап карталар сызып, балаларды дайындай бастайды. Содан 1995 жылы Серікбол жол апатына ұшырайды, мүгедек арбасына таңылады. Студент кезінен бастап жинақтаған осындай қолжазба дәптерлері бар, бізде 72-ден астам. Осы дәптерлерін алып, Балсұлу апасы адамдарға барады, көмек сұрайды, өзінің інісінің бойындағы талантын білетті, ары қарай енді дамытқысы келеді. Сөйтіп, Сайын Назарбековке барады 97 жылы. Сайын Назарбеков ойланбастан сол жылы Серікболдың ең алғашқы кітабы Маңғыстау географиясын шығарып береді. Маңғыстау географиясы кітабы. Бұл кітаптың шығуына Серікболдың бірінші мұғалім болып жүрген кезінде акиматтан тапсырма келеді.
Серікболға, сен осындай деген Қызылордадан бір жігіт келе жатыр, сол біздің Маңғыстау тарихын жазғысы келеді, географиясын. Сен соған көмектесесің. Біздің Маңғыстаудың Мұстахи дейтін нағашысы деп айттым ғой, сол кезде соның машинасы болған. Сол уазбен бүкіл біздің Маңғыстаудың жерін бәрін көрсетіп, сол нағашысы таныстырған екен да. Соған Серікболға айтқан, сен біздің Маңғыстаудың көп жерін білесің ғой, осы адамға көмектес деп тапсырма келеді. Сонда Серікбол айтады, Серікбол, мен намыстандым дейді. Маңғыстауда туылып тұрып, біз неге жазбаймыз, неге Қызылорданың адамын жазады деп. Содан бастап өзі ізденіп, жаңағыдай дәптерлерге жазып жүрген екен. Сосын жаңағыдай әр адамның бір уақыт жоқ деген нәрсесі бар ғой, соған Серікбол айтады, осы мүгедек арбасына таңылғаннан кейін маған бір Құдай уақыт жоқ дегенге мә уақыт деп бергендей деп. Сол кезде өстіп кітабын жазып бастаған. Бұл кітап Маңғыстау географиясы бұлақ көзін ашқандай, яғни осы кітап шыққаннан кейін жылынан бір еңбегі дайын тұрған. Есенғазы қазақ мифологиясына кіріспе, Қазақ даласы және Герман тәңірлері деген кітаптары. Арғы қазақ мифологиясы дейтін Серікболдың ең басты кітабы. Осы кітапқа жету үшін бірінші қазақ мифологиясына кіріспе атты кітабын оқу керек дейді. Бұл кітапта мысалға әз деген сөзді айтады. Сөздік ретінде бергенде бұл кітапты әз сөзі дейді, жаңағы бұрынғы кезде адамдар мал жайып жүрген малшыларға ғана естілетін аспаннан шығатын бір гул деген дыбыс екен. Сол дыбыс шыққаннан кейін әз наурыз келді деп айтылады екен. Содан кейін көктем келіп, жаңағы жерге шөптер шыға бастайды дейді. Сондай сияқты сөздерге түсініктеме береді. Алтын Орда газетіне 41-ден астам мақала жарық көрген. Осы Алтын Орда газетіне Мұрат Әуезов бастаған 2003 жылы ел ағалары, яғни осы Алтын Орда газетінен танысқан достары да, солар 2003 жылы дарындыны қолдайық деген сол кездегі мемлекеттік бірінші хатшы Иманғали Тасмағамбетовке ашық үндеу хат жариялайды. Осы үндеу хаттан кейін Иманғали Тасмағамбетов өзі қоңырау шалады. Сонда Серікболға айтады, қандай көмегің керек дейді. Сонда Серікбол айтады, менің арғы қазақ мифологиясы дейтін 4 томдық кітабым дайын тұр дейді. Бұл кітапқа ешкімнің тісі бата бермейді, ешкім жандай комментарий де айта алмайды, дұрыс емесін де айта алмайды. Сондықтан бұл кітап қозғалмай тұрған екен да, шығарылмай. Содан Иманғали Тасмағамбетов осы кітабын 2004 жылы шығарып береді. Серікболдың ең алғашқы және ең соңғы кездесуі 2004 жылы болған. Осы залда, осы кітаптың тұсаукесерінде. Бұл кітабы шыққаннан кейін Серікбол айтады, мен енді азғантай уақыт демаламын дейді. Былай шаршап не істеген адам барлық компьютерін, қағаздарын жинап тастайды. Содан кейін шайдан кейін қайтыс болған екен. Ол бір осы өмірдегі миссиясы секілді осы кітаптың шығуы. Мына жерде Арыс баспасы арқылы Серікболдың бүкіл кітабы 16 том болып жарық көреді. 15-16 томдарында Серікбол туралы жазған және Серікбол жазған мақалалары берілген. Серікболдың еңбектері жаңағы көзінің тірісінде жазылғандары бар, қайтыс болғаннан кейін Балсұлу апасы жаңа дәптерлері арқылы жинақтаған жинақтары арқылы көптеген кітаптарын шығартқан. Жауынгерлік рух кітабы, эстетика ландшафты Маңғыстау, Маңғыстау-Нама сияқты кітаптар жарық көрген, Медеич шежіресіне. Сосын Серікболдың главный ең басты кітабы арғы қазақ мифологиясы орыс тілге аударылған, аудармашысы Зира Наурызбаева. Гиперборея түс көрген заман шежіресі деген кітап, оны да аударған. Сосын бұл кітап қазіргі кезде ағылшын тіліне, түркі тіліне аударылып жатыр. Ол кітапқа сұраныстар өте көп. Мұнда Серікболдың жарық көрген мақалалары, Рухи мирас альманағында, әлемдік мәдениеттану ой санасы атты көп томдық кітаптың 2 томында Серікболдың өзінің мифология туралы жазылса, екінші кітабында Мерча Ляды поэмасын аударған аудармашылық қызметі берілген. Зира Наурызбаева «Вечное небо казахов» атты кітабы, ол да осы Серікболдың арғы қазақ мифологиясының негізінде жасалған екен. Бұнда енді Серікболдың өзінің бөлмесі, ол мына жерде пайдаланған заттары және құжаттары берілген. Серікбол айтады, мен үшін компьютер мен кроваттың арақашықтығы бір ұзақ жол секілді дейді. Ол өзі Серікболдың 600-ден астам еңбектері. Серікбол айтады, менің еңбегімді 100% деп бағаласам, 30% анамдікі дейді. Қартайғанша Серікболды бағып, кішкентай сәби ұқсатып өсірді. 30% өзімдікі дейді, 30% Балсұлу апамдікі дейді. Яғни Серікболға көмектескен Балсұлу апасы. Серікбол айтады, бір кітапты алады екен де, соның артындағы пайдаланылған әдебиеттерінен мына кітап керек деп айтып береді. Соның Балсұлу апасы шетелден, бәр жерден іздестіріп сол кітаптарын тауып беріп жүрген екен. Бізде 600-ден астам Серікболдың өзінің жеке кітапханасы бар. Жоғарыда тұрған анасы Тәрбие Өскінбайқызы.
Аттарыңыздағы Ақтау қаласында 22 шағын ауданда орналасқан номер 22 мектеп Серікбол Қондыбай атынан берілген. Онда да бір мұражай бар, осындай бөлме. Ашуға Өмірзақ Шанов, Бішкек Елбаев келгенде анасы алдында 3,5 метр биіктікте қоладан соғылған ескерткіш мүсіні бар екен Серікболдың. Келесі Серікболдың атында өткен конференциялар, мұнда Серікбол шығармашылығы көркемөнер туындыларында деген витринада жерлесіміз Жұмагүл Абыланованың салған суреттері Ақбозат, Мифтік ағаш, Мифтік ғұмыр сияқты, одан кейін Сұлтанбек Құдайберген мен Әнуар Бимағанбеттің Серікболға арнап шығарған өлең шумақтары. Мұнда жаңағы филология ғылымының кандидаты, доцент, Тұмар журналының бас редакторы Оңайгүл Тұржанның Мифтің түбі ақиқат атты пьесасы, жергілікті өзіміздің мәдениет үйге қойған бұл пьесаны, одан кейін ерлік пен тектілік атты Несіпбек Айтұлының поэмасы Серікболға шығарған. Шақпақ ата. Шақпақ атаны берген себебіміз, жаңа айттым, Серікбол біздің Маңғыстауды туризм дамытуды армандады деп. Мына Маңғыстау энциклопедиясы деген студент кезінде жазған мақаласы. Ол міне Маңғыстауға арналған Маңғыстаудың жер-су атаулары, эстетика ландшафты Маңғыстау, Маңғыстаунама, Маңғыстау географиясы, Маңғыстау мен үстірттің киелі орындары атты кітаптары. Шетпеден Шерғала маршруты. Серікбол айтады, Шетпеден Шерғалаға шейінгі арақашықтықта азғантай жарты сағат. Осы жерде көп деген жаңағы туристік орындар дайындау, туристерге ыңғайлы орындар дайындауға болатындығын айтады. Ол рухани орталық ашсақ қайтеді деген мақаласы да бар. Ол жаңағыдай бізде туристік орындар өте көп, бірақ рухани орталық керектігін айтады да. Бізде республиканың орталығы Астана болса, бізде жаңағыдай рухани біздің қазақ мәдениетін, қазақтың дінін, ділін көрсететін орталығымыз болу керек дейді. Оған бірден бір лайықты мекен Маңғыстау екендігін айтады. Ертегілерде кездесетін, ертегілердің Маңғыстау жеріндегі аймақтары, жаңағы зираттардың, біздің жергілікті тарихи зираттардың бойынша карта берілген. Одан кейін ертегілі Маңғыстау. Серікбол өзінің еңбектерінде көбіне біздің Маңғыстау жеріндегі ертегілерді зерттеген. Көкімбет мерген, Көкімбет қазынасы дейді, үстінде қазір келесі салдарда танысасыздар. Көкімбет мерген біздің Маңғыстауда кездесетін ертегілер, Айдахар деген, Айдахар бар дегендердің барлығы біздің Маңғыстау ертегілерінде кездесетін. Әсіресе мына біздің Таушы Сартас аймағында, біздің Қазақстанның басқа жерлерінде ондай ертегілер өздерінде аз жоқтың қасы. Соған айтады Серікбол, осыған қарағанда біздің Маңғыстау жерінде расында да айдахарлар мекен еткен деген тұжырымға келеді. Одан кейін Серікбол туралы пікір айтқан ағаларымыздың сөздері «Бұлақ көрсең көзін аш» деген витринада мұнда айта кететін меценат Ермұхан Медағұлов деген кісі өзінің қаржысына Серікболдың Есен қазақ деген кітабын шығарып береді, және де 2 жыл бойына 30 мың теңгеден айлық беріп отырған. Ол кезде ол жақсы ақша. Ол жаңағы Серікболдың талантына жаңағы тәнті болған кісілер. Одан кейін Зира Наурызбаева, жаңа айтып жатырмын ғой, аудармашы. Ғарифолла Әнес Серікболдың кітаптарын шығаруға көп көмектескен. Жаңағы қолдап тұрған Қырымбек Көшербаев, Айдарбаев, Мирхан Ағдәулет, Алтын Орда газетінің бас редакторы. Одан кейін Серікбол танушылар. Бізде Серікбол тану дейтін сабақтар болып тұрады. Сол сабақтың ғылыми жұмыстары, жоспарларын бергенбіз. Бәйтетірағы. Бұл бәйтетірағында жалпы балбалтастар айтылады. Біздің ата-бабаларымыздың ислам дініне сенген наным сенімдері. Балбалтастардың жаңағы бұрынғы адамдар оларға қару-жарақ беріп, өздерінің таңбасын салып, бұлар бізді қорғап тұрады деп сенген, көшіп-қонып жүрген халықтар ауылдарының сыртынан тастан өстіп қашап дайындайды екен. Олардың бойында батырдың рухы болады деп, тіпті оларға құрбандық шалған екен. Ислам діні келгеннен кейін жаңағы адамның басы бейнелеуге болмайды дегеннен кейін балбалтастардың барлығының бастары шабылған. Келесі арттарыңызда Есен қазақ кітабы. Есен қазақ кітабында Қырымның 40 батыры туралы айтылады. Бұл көп ел ойлайды, көп адамдар Қырым дегенде мына орыстың Крымы деп ойлайды. Ал негізінде Серікбол айтады, біздің үстіртті қыр деп айтады. Менің Қырымның 40 батыры деген екендігін айтады. Мына жерде Жанбибі Дүйсенбаеваның қазақтың өз дүниесі туралы ой деген де мақаласы бар. Бұл жерде жаңағы адамдардың шатасып жүргендігін айтады. Яғни мына жерде карталар беріліп тұр ғой. Осы карталарда Қырымның 40 батыры жырының алып жатырған кеңістігі біздің Маңғыстаудан Батыс Қазақстан облысына дейінгі территорияны қамтиды екен. Сондықтан жаңағы бұл менің Қырымның 40 батыры екендігін дәлелдеп берген.
мына енді аң аулау шаруашылығы біздің Маңғыстау, жалпы археологтар айтады, аң аулауға өте қолайлы табиғат болған. Біздің Маңғыстаудың таулары үстінен келе жатсаң, кәдімгі жерде келе жатқан боласың да, сосын тіке құлама құздар екен. Сондай біздің Маңғыстау жерінде осындай алғашқы қауымның арандары өте көп кездеседі дейді. Адамдар үстінен аңдарды қаумалап әкеліп, құлатып, арандардан күтіп алып, өздеріне атып азық қылған екен. Халықаралық конференциялар ең соңғы соңғысы 2022 жылы маусымда болды, жаңағы Түркістан қаласында болып өтті соңғы халықаралық конференция. Бұл сол конференциялардың жинақтары, мына енді өзіміздің Маңғыстаудың пайдалы қазбалары. Бұл осымен бірінші зал аяқталды, жоғары залы жоқ. Біздің қазақта кездесетін салт дәстүрлері солар қамтылады. Жалпы Серікбол өзінің еңбектерінде адамның жоқтан пайда болатындығы, нұр, Құдай құдірет, ілкі төр, оның енші дәрежесі деген сияқты көптеген жаңағы Құдайдан жаратылатынымыз, оның нұр, сәулесі деген сияқты барлық нені қамтып, барлық жағдайда қамтып өтеді. Ал келесі витринада жаңа сандар айтылады. Сандардың ішінде ерекшесі 41 саны мысалға. 41 санында 40 бөлме көресін, 41-ші бөлме көрілмес деп айтады. Яғни Серікбол көресін көрілмес деп біздің әлем және Құдайдың әлемі деп екіге бөледі. Көрілмесі жаңа 41-ші бөлме, біз өлгеннен кейінгі баратын әлем деп айтады. Барзақ әлемі деп жатады ғой. Соған байланысты. Мына жерде енді жаңағы ертөстік ертегісінде кездесетін шалқұйрықтың 8 аяқты болуы, жаңағы құмалақ деген сияқты. Келесі Алпамыс батыр жыры. Алпамыс батыр жырының қалыптасуына байланысты айтылған 2000 жылдары өзбек халқы Алпамыс батыр жырының қалыптасқанына 1000 жыл толғанын тойлайды. Ал Серікбол бұл жырдың жаңағы айтылуы, сөздердің айтылуы, қолданылуы және жер-су атауларына байланысты мынандай кестелерге бөледі. Жалпы Алпамыс батыр жырының қазақтың Алпамысына 1000 жыл толғанын айтады. Мына жерде жалпы Тұщыбек жерінде мынандай таңбалы тас бар. Таңбалы таста жаңағы әр рудың таңбалары берілген екен. Осы адамдар жиналыс болған кездерде осы таңбаларға өздерінің туларын бекітіп жиналыс жасайтын болған дейді. Ал келесі мына жердегі аңыз туқандау рәсімі. Туқандау дегенде жаңағы жеңілген жақтың қанына туды малып, тудың рухын тудың рухын ары қарай биіктету мақсатында қанға малып биігірек көтеретін болған туқандау дейтін рәсім. Одан кейінгі жаңағы Серікболдың мифологиясында кездесетін құс мифологиясы, құстар туралы өте көп мәліметтер бар. Жаңағы міне көріп тұрсыңыздар, құс жасампаз тәңірие. Сосын мынандай мифологияға байланысты әр ненің сөздердің жаңағы лингвистикалық этимологиясы дейді. Құс сөзінің әр елде әртүрлі айтылатындығы, бірақ барлығында бір дыбыстың кездесетіндігі. Айдаһар сөзінде де дәл сондай. Осылай Серікбол жаңағы орфографиясын барлығын зерттеген екен. Келесі міне қараңыздар, құстар дуализмі, мына жерде де бар құстар дуализмі дегенде. Жаңағы қыран құс дейтін өлер шағындағы ең соңғы жұмыртқасынан құмай тазы және бүркіт шығады деген аңыз әңгіме бар ғой, соған байланысты міне дуализм. Сосын жаңа айтып кеткен балбалтастар. Балбалтастарда да жаңағыдай құстың бейнесі бейнеленген екен. Яғни құс деген жаңағы тыныштықтың, бейбітшіліктің белгісі ретінде берілетіндігін айтып кетеді. Келесі ит есіміне байланысты түсініктер. Ит туралы да мифологиялық аңыздар өте көп. Иттің мифтік бейнесі. Мысалға біз білетін, қолданылып жүрген ит өлген жер, ит байласа тұрмайтын жер, ит жемеске қалу деген нелер көп. Мысалға ит көйлек тастау рәсімінде де онда да айтады. Бізде қазір ол ит көйлек тастағанда ит мінезі қалсын деп жатады ғой. Ал негізінде Серікбол айтады, бізде өлген адамды кебін кигізеді дейді, ал балаға ит көйлек кигізеді дейді. Екеуінде де мына дүниелік, мысалға өлген адам 40 күнге шейін ана дүниенікі болып саналмайды деп айтып жатады. Әлі оның рухы осында жүреді деп. Бала сәбиде де дәл сондай екен. 40-на шейін баланы не үшін ешқайда шығармайды, адамдарға көп көрсетпеуге тырысады. Осының барлығы ол әлі біздің дүниелік емес. 40 күннен кейін жаңағы ит көйлегін тастап, итке байлайды дегенде сол ит өзімен бірге алып кетсін деген мағынада да бала осы дүниелік деген сол 40 күннен кейін екен. Тойлаудың да соның барлығын 40-нан кейінге қалдырылатын себебі осы екен.
жаңа сіздерге айттым ғой, ана бірінші залда Көкімбет мерген аңызды деп та. Көкімбет мерген туралы өте көп бір аңыз бар. Ол мерген дейтін жаңағы өлместің суын іздейді да, сол өлместің суын іздеп жүріп, оған біреу айтады, сен өлместің суын таба алмайсың, содан су ішетін құс бар, соны атып өзіңе азық қылсаң, сен мәңгі өмір сүресің дейді. Сөйтіп сол құсты атып үйіне алып келген кезде соғыс болып жатады да, бұл жағаны жей алмастан кетіп қалады соғысқа. Келсе оны әйелі жеп қойған екен дейді. Сүйегін итіне берген дейді. Сол аңыз бойынша әйелі мәңгі өмір сүріпті, ал Көкімбет мерген жұлдызға айналған екен деген аңыз бар екен. Дәл осындай аңыздың желісі тек тілдері басқаша болғанымен бір аңыздың желісі мына Индияда, Қытайда, Египетте де дәл осындай аңыздар кездеседі екен. Сосын бірақ Көкімбет мергеннің жағы мазары біздің тұщықұдық жерінде орналасқан. Ол деген жағы бізде қазір айтып жатады ғой, біздің Маңғыстау төрткүлдері, андай сырлы төрткүл деген сияқты да, ол бір жаңағы ғимараттың бір тасы бір адаммен бірде үлкен тастар екен. Соған да көп адамдар таңғалады, бұл қалай салынған деген биік мазар. Ал Серікбол айтады, осы мазары бізде болғандықтан Көкімбет аңызы бізден шыққан деп та. Қытайларда Хоуи деп аталады бұл аңыз. Яғни біздің бәріміздің адам ата Хауа-анадан тарағандығымыз, сол кезден бергі келе жатырған аңыздар, бірте-бірте әр ел менікі деп, жаңа мысалға Алпамыс батыр жырында да Алпамыс менікі дейді, ана ел менікі дейді, сол сияқты ғой. Сол барлығының бір жерден шыққандығын дәлелдегісі келеді Серікбол. Келесі мына адам ата мен Хауа-ананың дүниеге келуі, жалпы мынау Қытайлардың инь-янь деген белгісі бәріміз білеміз да. Ол деген мына біз адамды осылай берген себебіміз, Серікболдың айтуынша, адам ата мен Хауа-ана дүниеге келген кезде осындай жұмырласып, жұмыртқа секілді болып бірге жатып дүниеге келген деген тұжырым бар екен. Одан кейін мына келесі бұл жерде жалпы Ұмай-ана туралы айтылады. Ұмай-ана деген матриархат дәуірі болды ғой, сол кезде елді билеген деген аңыз бар. Сосын сонымен қатар адам жаңа түскен келіннің, жаңа босанған әйелдің, солардың жебеуші періштесі саналады екен. Ұмай-ана дегенде бұрынғы кезде жаңағы матриархат дәуірінің кезінде балбалтастарды бейнелегенде бірінші осындай шошақ бөрікті әйел адамды бейнелейді екен. Бұл Құдай деп олар сенген. Сосын қазір келесі залда көрсетеміз, баланың артында көк белгі болады ғой, соны да жаңа туған әйелдің періштесі тез шықсын деп арқасынан ұрады деген аңыз бар екен. Келесі енді мына жердің барлығында жыланбасты ана, тағы да басқа әйел аналар, бұлардың барлығы жаңағы әр елдердің наным сенімдеріндегі. Енді мына жерде қараңыздар, жаңа айтып өткен Ардвисура, Шива, Афина, бұл әр елдің жаңағы құдайлары да. Бұл өлтірілген тәңір иелері, бұл біздің ертегілерде кездесетін жалғыз көзді дәу, айдаһар, шимұрын сияқты. Сосын жаңа жұп құдайлар, әр елдің жұп құдайлары көрсетілген. Одан кейін біздің жеті кәміл пір, жаңа зеңгі баба, жылқышы ата, қамбар бабалар туралы, сонымен қатар шақпақ аталарды өзі зерттеп кеткен. Келесі жаңағы бақсылыққа байланысты. Бақсылық ислам діні келгенге шейін адамдардың сенетін бірден бір жаңағы дәрігері болған ғой. Ислам дініне дейін ол кісі бақсылар дейтін жаңағы даладағы шөптің қандай пайдасы бар бәрін білетін болғандықтан адамдар осы адамға баратын болған. Ал мына Қамажай биі осы бақсылардың биінен шыққан деген де тұжырым бар. Сонымен қатар Серікбол айтады, қам қимыл дейді. Ал жаңағы қам деген міне көне түркі дәуірінде бақсының атауы деген де бар екен. Сосын абылай қам деген қимыл, ажа жылан, жыланның қимылынан шыққан деген Қамажай биінің сондай негізгі түп тамыры солай екен. Келесі адам ата мен Хауа-ананың жаңағы алманы жемісті жеп шайтан арбауымен осындай нені бергенбіз, ескерткіш қойылған. Келесі заттың түп тамыры біздің Қазақстан жерінен шыққандығын айтқысы келді дедім ғой. Мына жерде Аполлон мен Қорқытты салыстырады Серікбол. Жалпы уақыттың тапшылығына байланысты, өздеріңіз көрдіңіздер ғой, жас қайтыс болған, соған байланысты бұл оны ары қарай зерттеп алып кете алмаған, бірақ жаңағы бұны ары қарай жалғастыруды өзімнің келер ұрпақтарға жаңағы еншісіне қалдырдым деп айтып кетеді өзінің кітаптарында. Аполлон да Қорқыт
қатты жерұйықты іздеген. Екеуі де мынандай мына Аполлонның ойлап тапқаны арфа. Білеміз ғой, арфа дейтін музыкальный инструмент. Арфаны ойлап тапса, Қорқыт қобызды ойлап тапты. Екеуі де дүниеге келер кезінде жаңағы қатты дауыл тұрып, аналары қатты қиналып дүниеге әкелген дейді. Сонда Серікбол айтады, екеуінің бір адам екендігін дәлелдегісі келеді. Екеуі де бұрыннан келе жатқан, ешкім оның көзін көрген жоқ. Жаңағы Аполлон гректердің қазақтардікі Қорқыт деп жүргенімен екеуі бір адам деген тұжырымға келеді. Одан кейін мынау Кендірлі жеріндегі білеміз ғой, Тілше да? Тілше бар Кендірліде. Осы Тілше дейтін Темір баба мен Бекет атаның күшінен соңынан пайда болған дейді. Жол салды дейтін. Бекет атаға Темір баба келіп, жаңағы келген кезінде Бекет ата далада кетіп жатқан арқарды ұстап алады да, соны асып азық қылып береді. Соны тістерін тигізбей мүжіңдер дейді. Болғаннан кейін сүйектерін бәрін жинап алып, орап сұф дегенде ол қайтадан арқар болып кеткен екен, жүгіріп. Сонда Темір баба сен кәдуілге сиқыршы екенсің ғой деп теңіздің үстімен ұшып өткен кезінде астынан теңіздің үстімен жүріп өткенде астынан тастан жол салына бастайды. Сонда Бекет ата артынан аққу болып ұшып, сен кәпірлерге сүрлеу жол салатын болдың, Темір жоқта деп кері қайтарған екен дейді. Сол Тілше. Біздің Бекет атаның мазары. Одан кейін жылқы басты Айдахар. Бұл жерде енді біз балаларға ертегілерді айтып кетеміз. Бір ертегілерде көп кездесетін жаңағы бір ханның қызын алам дейді, бір жылан қабықты жігіт. Соған хан айтады, сендердің не мүліктерің жоқ, не малдарың жоқ, мен саған қалай қызымды берем деп. Соны сөйтіп әкесі барып айтқан ғой, әкесін өлтіріп қайтарып жібереді. 3 рет істегенде 3-шісінде айтады, жақсы, сен тіріліп келіп тұр екенсің, енді сен маған осы елді жауып өтетін мал мүлкіңді мал көрсет дейді да, жылқыңды көрсет дейді. Сонда жігіт айтады, сен сиқыршы, бір не болады дейді, үңгір бар дейді. Сол үңгірге барасың, сонда бір сары ішінен жылан шығады. Сол жыланның басын шапсаң, артынан жылқы басты айдахарлар шығады. Сол бүкіл елді жауып өтеді дейді. Соны айтқан орындаған кезде шынымен де мына ел жаңағы ауылдың іші қара көлеңке болады дейді. Төбесінен жылқы басты айдахарлар ұшып өткен екен. Хан жеңілгенін біліп, өзінің қызын берген екен. Сол ертегін біз енді балаларға толықтырып осы жерде айтып кетеміз. Мында Нұртөле батыр дейтін аңызға байланысты. Бұл Нұртөле дейтін елді жылан жұтынан құтқарған Нұртөле. Бұл жаңағы Саттас аймағында болған деп айтады. Елде қатты жылан жұты болады. Жыландар, бір жылан бір үйді жалма болатындай үлкен жыландар шабуыл жасай бастаған екен. Сол кезде аспаннан Құдай түйеге отырғызған Нұртөле батырды жібереді дейді. Нұртөле батыр түйеге теріс отырып, қолында бір жерлерде сыбызғы дейді, бір жерлерде қобыз дейді. Қазір ана мультиктарда бәр жерде айтып көрсетеді, жыландарды жаңағындай музыкамен билетіп атады. Сол осыдан шыққан дейді. Нұртөле батыр сол сыбызғымен дейді, бір жерде қобызбен музыканың үніне жаңағы бүкіл жыландарды елітіп әкетіп теңізге батырып өлтірген екен дейді. Сөйтіп елді жылан жұтынан құтқарған Нұртөле батыр деген аңыз қалған екен. Келесі алдарыңыздағы бұл Серікбол еңбектерінде кездесетін жағымсыз кейіпкерлер, бұл жерде жаңағыдай Талтайлақ, Қыдай Максин, жаңағы мына жерде нелер, Жезтырнақ сияқты да. Келесі мында жылқы мифологиясына байланысты бұл витринамызда жылқы мифологиясында мына суын айғыр дейтін әңгіме өте көп кездеседі. Суын айғыр белгілі бір аспанда жұлдыз шыққан кезінде адамдар білетін, біздің Маңғыстаудың халқы біледі екен, Сартас жақтан теңізден осы суын айғыр шығады екен де өздерінің биелерін алып содан ұрпақ алады екен. Оны әйел адамға көрсетпейді екен, өйткені жаңағы тіл өтеді деп. Содан бір күндері әйелдер жаңағы кішкентай құлындарды көреміз деп есіктен сығалап, содан кейін суын айғыр да шықпаған, одан ұрпақ қалмаған екен дейді. Бірақ қазіргі кездегі біздің Маңғыстаудың жүйрік әдемі аттарының барлығы сол суын айғырдың ұрпақтары деген аңыз әңгіме бар екен. Жалпы жылқы туралы миф өте көп. Ол мына жерде енді бәріміз білетін жылқыларды жаңағы батырмен, ханмен бірге жерлеген, олар дейтін ана дүниеге барғанда прақты болып, оның серігі болады деп сенген. Ал бір айта кететін жайт бұл жаңағы жылқының қу бас сүйекке көшіру дейтін рәсім болған. Мына қазіргі кезде психологиялық аурулар бар ғой, бізде жаңағыдай психиатрический больницаға жатқызады да, ал ол кездерде біздің қазақтарда жылқы малын құрбандыққа шалады екен, сосын оның бас сүйегін жаңағы қалдырмай мүжейді екен. Содан ауру адамның
адамға жаңа дұғалар оқу арқылы соның ауруын осы бас сүйекке көшіреді екен де, бас сүйекті апарып ел баспайтын, или болмаса болады ғой бір ана баяғы кездерде үлкен талдарда аспанға шейін жетіп жатқан сол талдардың төбесіне апарып іледі екен. Бұл жаңа адамның ауруын өзімен алып кетеді деп сенген. Сосын мына жерде жаңағы жауынгерлік рух кітабына байланысты. Сосын мұнда мына жерде қан бас тұр ғой, жаңа айттым ғой туғандау рәсімі деп, дәл сондай семсерді де қанға малады екен. Жаңағы жеңген семсердің бойында батырдың жаны болады деп сенген екен. Жеңген жақ дейтін, жеңілген жақтың жаңағы басының жаңағы қанға малып, сол семсердің рухын қоректендіреді екен. Ал мына батырлар, мысалға екі бірге жүретін батырлар екі жаққа бөлініп жауға шауып жатса, екеуі қылыштарын алмастырады екен. Ол жаңағы сосын табылмай қалады ғой, көп жерде әлі күнге шейін табылмай жатқан адамдардың мүрделері бар ғой, сол жаңағы семсерін апарып өз жеріне жерлейтін болған. Сосын мында жауынгерлік рух кітабында енді көбіне сол осы батырлық, бес қару, қару-жарақ, батырдың киімі, батырлардың атауы барлығы қамтылып өтеді. Мына жерде ең басты біз әлі күнге шейін айтып жүрген, бірақ қол істелмеген нәрсе серікбол жауынгерлік рух кітабында жаңағы біздің қазіргі кезде пайдаланып жүрген орысша сөздерді аударма жасау керектігін және өзі аудармасын жасап кеткен екен. Мысалға міне пехота деген жүргін, десант аламан, авиация ұшар деген сияқты да, артиллерия дегенді атарман деген құсатып өзі аудармаларын беріп кеткен екен. Ол айтады, осы кітабында өзі айтып кетеді, қазіргі әскери адамдар дейді, жаңағы бастары табақтай, қарындары қабақтай адамдар, ешқандай әскер деген атқа сай емес деп айтып жатады. Ол шынында да қазіргі кездегі әскери адамдар солай киімдеріне сыймай жүрген ғой. Негізінде олар әскери адамдар жаңағыдай әрқашан спортпен айналысып тұрғаннан кейін олар ондай кейіпте болмау керектігін айтады. Сосын осы жаңағы атауларды өзгерту керектігін айтады. Осы енді бұл залда жалпы жаңа 4-ші зал ғаламдық ағаш, яғни жер асты әлемі. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, тамырлары және жоғары діңі, аспанда жапырақтары көрсетіледі. Бұл жердегі ертегі кейіпкері Жылан Бапы хан, жер асты патшалығының иесі Жылан Бапы хан. Ертегілерде кездесетін, байқасаңыздар мультфильмдарда жердің астында пайдалы қазбалар, байлықтар табылып жатса, оның қасында міндетті түрде ысылдап жыландар жүреді екен. Осы бұл жер асты қазба байлығының иесі Жылан Бапы хан деген әңгіме бар. Бұл жерде ертегілерде кездесетін жаңағы жер асты патшалығына кіретін қақпа. Бұл енді біз балаларға арнап ертегілер көп айтамыз. Мына жерде қазіргі медицинаның символы бар ғой, былай сыртын қоршап тұрған жылан. Оның шығу тегі кезінде жаңағы патша өлейін деп жатырған кезінде оған ешқандай ем қонбаған. Сонда бір адам, бір жан бақсы барып, сен жыланның уын ішсең, содан жазыласың деген. Сол жыланның уын жаңа бокалға істеп бергеннен кейін ол адам жазылған екен. Осыдан әлі күнге шейін қазір білеміз ғой, жыланның уы көп затқа ем ретінде пайдаланып келе жатыр. Мына жерде Қытай Максим жағымсыз кейіпкерде Қытай Максим деп айтып кеттім ғой. Міне алдарыңызда тұрған бұл Қытай Максим. Яғни бұл біздің қазақтың емес, жаңағы гректердің мифологиясында кездесетін өлген адамдардың бас сүйегін қайтадан қалпына келтіріп жер бетіне жіберетін жер асты ұстасы.